95 жылдық торқалы той күні аспаннан нұр жауып тұрды. Соған қарамай, той дегенде домалайды қу баста деген қазақ мәтелінің нағыз мағынасы дәп бүгін көрініс тапқандай. Үлкен кіші демей, жүректерін қолына ала шаттанып, әрлі-берлі сеңдей ағылған халықтың арасынан өзім стендап жазу оңайға түспеген рас. Мына жақпен жүріңіздерші, иә. Тауы да алтын, Қордайдың тасы да алтын, басы да алтын, Қордайдың бауыры да алтын деп Кенен ақын жырлаған Қордай ауданына бүгін 95 жыл толып жатыр. Осы топырақтан жаралып, осы ауадан нәр алған азаматтардың бірі мен боламын. Сондықтан туған жердің торқалы тойына перзенттік пейілімді, азаматтық ақ ниетімді тартулай келдім. Шалқайып отырып, той қызығын тамашалауға емес, шама жарқымның келгенінше қызмет етуге келдім. Ендеше бүгінгі торқалы тойда осы ауданның арғы бергі тарихынан әңгіме қозғай отырсақ деймін. Тарих дегеніміз түрлі даталармен қаптаған цифрлар ғана емес, ол ата-бабаларымыздың жүріп өткен жолы, сол жолдағы тар жол тайғақ кешулер, қол жеткен жетістіктері және әттеген-ай деген сәттері. Қордай ауданының 95 жылдық мерекесі тұсында ауыз толтырып айтарлық әңгімелер көп. Тек қана осы Қордай өңірінен шыққан танымал тұлғалардың өзін саналмалап шығуға біраз уақыт кетеледі. Ежелгі Қордай асуының айбарын асқақтатқан, осынау жаңбырға тесіліп, желге мүжілген бұжыр-бұжыр тастар талай заман сырларының қойнына бүгіп жатыр. Ұлы Жібек жолының бойында Ақбасты Алатау мен Қазыналы Қаратау түйіскен Әулиеата өңіріндегі Қордай жері 10-12 ғасырларда Қарахан мемлекетінің құрамында болып, 13 ғасырға дейін Шу өңірін бойлай орналасқан көп қалалардың бірі болып, кейіннен жойылып кеткенін бүгінгі ұрпақ біле бермейді. Киелі мекенге есімі берілген Қордай батыр, ғұндардың дәуірлеп тұрған шағында ғұмыр кешкен деседі. Қордай асуындағы Қозыбасы деген жерде қазақ хандығының туы тігілген деген дерек бар. Азаттық жолындағы бір ғасырға созылған қалмақтармен күресте ұлы жеңіс әкелген Аңырақай шайқасы да осы жерде өткені белгілі. Қазақтың соңғы ханы Кенесарының ақтық демі үзілген жердің де осы арада болуы ұрпақ көкірегіндегі өшпес өкініш. Осыдан 2000 жыл бұрын осы өңірде Қордай батыр өткен деген аңыз бекер емес сияқты. Қордай асуының төрінде Қордай батырға ескерткіш қойылған. Одан берде бұл өңірден шыққан Өтеген батыр, Жолбарыс батыр, Досан батыр сияқты батырлар, күміс көмей әнші атамыз Кенен Әзірбаевтай ақын өткен. Өтеген батырдың немерелері, шөберелері болып келетін Тілеміс шеше мен Байсерке күйші өз алдына бір үлкен әңгіме. Академик ғалымдар Нығмет Сауранбаев, Жұмаділ Байгөншеков, Мұхтарбай Өтелбаев, ірі мемлекет қайраткері Балжан Бөлтіркова, композитор Өмірбек Байділдаев, ақын жазушылар Сансызбай Сарғасқаев пен Нұрза Қонақова ел мақтанышына айналған танымал тұлғалар. Кенен ақын мен қызы Төрткеннің суреті де құрмет галереясынан орын тауыпты. Досмұқасан ансамблінің негізін қалаушы Мұрат Құсайынов та киелі Қордай түлегі. Міне мынау белгілі жазушы Марал Ысқақбай мен қазақтан шыққан тұңғыш балерон Дәурен Әбіров. Осылардың қатарынан өз суретімді көріп аздап қысылдым. Абырой болғанда ат шаптырым стадионның о жақ шеті мен бұ жақ шетіне камерасын арқалап алып, перзенттік парызын өтеп жүрген өмірдегі Гүлмарияны жұрт байқамайда қалды. Туған жер топырағына табаны тиген қандай перзенттің болмасын, таудай тұлғадан тардай түйірге айналары ойларына келмесе керек. 65 жылға жуық өмірім осы ауданның тарихымен тығыз байланыста болдым. Ауданның алғашқы кезіменен сол менің еңбек жолым басталған. Қазіргі кезеңді салыстыруға болмайды. Мүлдем бәле екі бөлек дүние. Ол кезде
әйтеуір қалай жаңағы тамағымызды тауып жейміз, қалай күнімізді өткіземіз, қалай өмірімізді жақсартамыз деген ниетпен күндіз демей, түн демей, оны тегі айдаса да өздері келіп жұмыс істегендер болды. Міне сөйтіп, біз осы бүгінгі күнге сондай қарқынды адал еңбектің нәтижесімен келдік. Қазір ауданымызда 30-ға жуық ұлттың өкілдері өмір сүріп жатыр. Мына бұрынғы біздің жастық кезеңіміздегі ұлттың арасындағы ынтымақ бірлік деген өте күшті болатын. Біз соның арқасында сол алғашқы кездегі қиыншылықтың бәрін жеңдік. Мына бүгінгі жеткен жетістігіміз ең бірінші сол ұлтаралық ынтымақ бірліктің арқасы дер едім мен. Ал енді қазір кішкене егер әлгі бұлай тұрмыс жағдайымыз жақсарып, қарнымыз кішкене тояттана бастағанда, біз бұл мәселеге кішкене әлі де менің ойым көңіл бөлу керек деп ойлайым. Осы мәселе кішкене ояздау болып тұрған сықылды. Бұл жаңару дегенді менің түсінігім, бұл әлі жаңарғанда киімімізді жаңартып, жаңадан бола қалу емес. Бұл біз өзіміздің түсінігімізді, пейілімізді, жауапкершілігімізді, өнен кейін заң алдындағы, мемлекет алдындағы борышымызды түсінген кезде ғана біз жаңарамыз. Өзімізден бастау керек, әркім. Мен отырып алып үйде, ананы айтам, мынаны айтам, өзімнің істеп жатқаныма өзім баға бермеймін. Сонан кейін бұратта әркім солай ойлайды, әйтеу менікі дұрыс, оныкі басқа халық дұрыс қабылдап жатқан жоқ. Сондықтан сол жаңару деген ең бірінші жауапкершілік қоғамның алдындағы біздің міндетіміз. Тарихы тағылып, толғауы терең 95 жыл. Бабалар аманатын абырой етіп арқалаған жетелі ұрпақ. 95 жыл деген тарих үшін қасқағым сәт болғады менен, адам баласы үшін әжептеуір уақыт. 3 ұрпақтың ауысқан уақыты. Енді міне ғасырға қарға адым ғана жер қалды. Осыдан 54 жыл бұрын журналистік еңбек жолымның Қордай шамшырағы газетінде басталғанын, сол кезде қызметтес болған әріптесім Сағыныш Медетбекованың ғана есінде қалыпты. Кейінгілер үшін бұрынғылар тарих тарауларының мүжілген бір парақшасына айналары уақыт заңдылығы. Уақыт ағымына ілесе газет редакциясына қаншама журналистер келіп кетті. Атауы да сан түрленді. Біздің Қордай ауданының аудандық газеті ең алғаш 1932 жылы бригада деген атпен орысша шыққан екен. Бішбекте бұрынғы фрунзе дейтін еді ғой, сонда басылатын екен. Кейін еңбек то знамя труда деп шыққан екен. Бана 1964 жылы Қордай шамшырағы деген атқа ауысқан екен. Мен бұл Қордай шамшырағы газетіне 1965 жылы келдім. Ол кезде редактор Анатолий Иванович Андреев деген азамат еді. Жарты ғасырдан кейінгі қауышу естеліктер көбесін тарқатқан. Сол кезеңнің журналистері не көрмеді дейсің? Қызыл партияның қамшысын жеген шақтардың шырғалаңы естен кетер ме? Оқуға түсу керек болды. Менде жоғары білім жоқ. Кандидаттық карточкамды жоғалтып алып, одан өткен трагедия жоқ менің басымда. Осы күнге дейін есімнен кетпейді. Енді оқуға түсе алмай қалатын сияқтымын ғой. Жылап жүрмін ғой, енді болды, шаруам бітті деп. Кейін мен қайта жазбадым. Қайта өтпедім партияға. 1967 жылы жаңағы сырттан оқуға журналистика факультетіне түстім. 70 жылы сырттай оқып бітірдім ғой. Сонымен 97 жылы сол газеттен зейнетке шығып кеттім.
Қордай ауданы үлкен Жамбыл облысындағы экономикалық потенциалы мықты, жері күшті, суармалы жері бар, тәлімді де жері бар үлкен ауданның біреуі. Биылғы жылы біз мына Орсызақай су қоймасынан алатын судың көп бөлімін тіптен айтқанда 50%-ын ала алмай қалдық. Соның кесірінен біздің мықты кәсіпкерлеріміз әсіресе жүгері өсіру, бидай өсіру, егін өсіру, анау шабындық шөп өсіру деген халықтың ауқаты. Біз қазақ халқы малмен өскен халықпыз. Оның ауқатын дайындауымыз керек. Сондайдың көп жері қурап қалды. Бізде Қордай ауданында нағыз судың баратын жердің бәленбай гектарына тек пияз егіледі. Пияз нан емес қой. Нан жоқ болса, 2 күнге ешкім шыдамайды, нансыз. Пиясыз бір айға да шыдауға болады. Сонда біздің аудан басшылары, басқа мамандар оған неге зерделеп анализ жасамайды? Талдау жасау керек қой. Мінекей біздің аудандағы Риха деген жеке шаруашылық қожалығының шығарған өнімдер екен. Мінекей Қордай ауданынан форель балығын да өндіреді екен. Мен білген емеспін осы уақытқа дейін Қордайдан форель балығын өсіретінін. Қордай ауданының совет үкіметінің, кеңес үкіметінің кезінде жаңағы Байқошқаров сияқты мықты іскер адамдар тау қант қызылшасы жиылып жататын Қордайдың кіре берісінде. Оның бәрі мерекеменен шудың қант зауытына барып, бір жылдың ішінде бәленбай тонналаған қант болып, халықтың барлығы әйелдер демей, еркектер демей қант қызылшасында жұмыс істеп, содан кейін жылдың аяғында мешок қылып, жүздеген килограмм қант алып отырды ғой. Ал қазір оның бірі жоқ. Масанчинге кіре берген жерде керемет бір жылыжайдың. Ол жылыжайдың ішінде өніп атқан көксөктің қияр болсын, басқа помидор болсын, біреуі Қордай ауданына келмейді. Барлығы тек қана Алматыға, Астанаға, жан-жаққа келеді. Ауылдың адамдар ойдан, қырдан, Қырғызстаннан келгендерді қып-қызыл ақшаға сатып алып отыр. Кезінде өзімізде семзавод болған. Қазір мінекей Алматыдан, Шымкенттен, ойдан қырған әкелген сементтерді бәленбай мың алып отырмыз. Кезінде семзавод өзімізде болды. Тереңдейтін завод өзімізде болды, көшкомбинат. Ол деген қанша бұлғарларды өңдеп, республикалық аяқ киім тігетін, басқа киімдер тігетін заводтарға, фабрикаларға апарып беріп тұрды. Жамбылдың аяқ киім заводы істеп тұрған. Олардың барлығы осы біздің қазақ ауылдарының бәрінде ірі қара, оның ішінде сиыр бұқалары мен жылқы, қаншама қойлар, атқорында барлығы. Соның бәрінің терісін ит жеп көрінген сайда шіріп жатыр. Халыққа нан керек, малына жем керек, шөп керек. Соны өндірсе біздің қазағымыздың экономикасы сонда өседі. Мынау Қордайдан шығатын Қордай корм, Қордай жем кәсіпорнының өнімдері екен. Кәсіп бағыты құрама жем өндірісі. Аудан айланысатын шаруашылық салаларының бірі мал шаруашылығы. Сондықтан енді құрама жемді шығару, малдың жем шөбін дайындау бұл аудан үшін өте өзекті болса керек. Ауданда мал өсіру мүмкіншілігі жалпы жаман емес. Суармалы жерде бар, шабындықтары да бар, басқа да бар. Бірақ енді оған елдің бәрінің қолы жете бермейді. Негізінде кезінде қолынан келіп тұрған басшылармен жақсы қарым-қатынаста жүргендердің барлығы жердің барлығын алып алған. Ал керей кепшік бірен сарандар тіптен өзінің пайына тиген жеріне жете алмай, не одан өнім ала алмай, не пай ала алмай, тікті алмай жүргендер тағы бар. Бұл өмірдің шындығы. Шындықтың аты шындық. Қордаланған мәселені шешіп, алға қадам жасау шарт. Қанағат деген жақсы әрине, бірақ тоқмейілсу тоқырауға ұшыратады. 9 жылдың торабында жатқан Қордай ауданы күрделі аймақтардың бірі. Басқару аппаратының иығына артылар жүк ауыр. Той үстінде тонның келтесін тілге тиек етті деп өкпелемеңіздер. Жауырды жаба тоқытмай мүмкілегеннен гөрі барды бар, жоқты жоқ деп тіліп айтқан әділ ой мен парасатты әрекет қана әділетті Қазақстанның негізін қалыса керек. Мемлекетіміз мығым, елдігіміз еңселі болсын. Әрине, ауданымыздың даму жолында атқарылатын шаруалар әлі де аз емес. Осы жолда еңбегіміз абыройлы болып, ауданымыз алға қарай өркендеп, қарышты қадам баса берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қордай ауданымыздың 95 жылдық мерейтойы құтты болсын.
сенім мен серпіліс менен ар намыс ерік жігер менен Қордайдың тарихи керуені алға жылжып бара жатыр. Ал арасы шығар биігі биік болғай.